қауым, Наурыз мейрамын ерекше атап өту біздің міндетіміз. Осыған орай, мемлекет тарапынан Наурыз мейрамын атап өту тұжырымдамасы әзірленіп бекітілді. 21 Наурыз ұлттық тағамдар күні мейрамы. Ақтоғай орталық кітапхана жүйесі ұлыстың ұлы күні ұлттық тағамдар күнін ұсынады. Қазақ халқы ұлттық тағамдар ішінде асты өте жоғары бағалаған, әрі қастерлей білген. Ас атасы нан деген сөз бар. Яғни, астың дәмнің үлкені нан. Бала ақ пен қараны ажыратып танымай тұрып ақ, оған оң қолына нан ұстауды, нанды баспауды, жерге тастамауды үйретеді. Нан біздің отанымыздың байлығы, халықтың негізгі тамақтану өнімі болып табылады. Астықтан алынатын ең маңызды өнімдердің бірі нан және нан өнімдері. Бұл өнімдер күнделікті қолданылып отырады. Сондықтан да тағамдық құндылығы жоғары болып саналады. Сондай-ақ аса қадірлі қазақтың ұлттық тағамының бірі бауырсақ болып табылады. Бауырсақ қазақ ұғымы мен салтында қасиетті, киелі ас және кәделі тағам. Үйге келген адамға құрмет ретінде алдымен бауырсақ ұсынылады. Бауырсақ өте дәмді әрі тойымды қазақтың тағамы. Дастархан сәні. Адам оның сүйсініп жейді. Бауырсақ пісірмейтін қазақ жоқ сірә. Бауырсақты пісіру былай тұрсын, оны жақсы көретін адам жоқ. Құрметті қауым, сіздерді ұлттық тағам күнімен құттықтаймыз. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Төрлет Наурыз далама. Құтты болсын Наурыз жылдың басы, Самарқанның еріді бүгін тасы. Жиылған жұрт көрісіп тілек айтып, бата сұрар үлкеннен науын жасы. Наурыз, Наурыз, халәлә күләйлім, Наурыз, Наурыз, лиләлә күләйлім. Олыс күні оң болсын, дастарханың мол болсын, құтты болсын әз Наурыз. Олыс күні оң болсын, дастарханың мол болсын, құтты болсын әз Наурыз. Ақ түйенің қар